Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бейсенбай Тәжібаев Қазығұрт және Төле би аудандарында қоғамдық қабылдау өткізді. Халықтың мұқтажына көңіл бөліп қана қоймай, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға арнайы көмек қолын созып, азық-түлік апарып берді. Игі шара облыс әкімнің қамқорлық бағдарламасы негізінде жүзеге асты. Тұрғындар бұл бастамаға ризашылықтарын білдіріп, сәтті жүзеге асуына тілектестік танытты. Ал партияға сенім артқан қазығұрттық 8 азамат жер дауына қатысты арыздарын берді. Аталмыш ауданда 6671 адам жер кезегінде тұр екен. Ауданның бас жоспарына сәйкес 200 гектар жерді тұрғындар үшін бөлу жоспарланып отырған айтылды. Төле би ауданындағы қоғамдық қабылдауда көпшілік баспана, әлеуметтік көмек және мал ұрлығы бойынша шағымданды. Олардың бірқатар нақты шешу бойынша ұсыныстар мен тапсырмалар берілді. Қос аудандағы қабылдауға келген әрбір тұрғынның талабы заң аясында орындалуы партия филиалының бақылауынан алынды.